Жақсы тәрбие дегеніміз өзімізді өзгеден көрі көп ойлайтынымызды жасыра білу. Нағыз дос, сен қателік жасасаң да жаныңнан табылатын адам, ал қателеспегеніңде жұрттың бәрі жаныңда. Жаныңызда өзіңізге деген сенімді жоққа шығаратын адам болса, одан тезірек алыстағаныңыз абзал. Ал нағыз жанашыр жан сізге үнемі қолдау білдіреді. Егер көшеден қаңғыған итті тауып алып, оны асырайтын болсаңыз, ол сізді ешқашан қаппайды. Адам мен иттің айырмашылығы осында. Егер сіз тек қана шындықты айтсаңыз, онда сізге ештеңені еске сақтаудың қажеті жоқ. Осы уақытқа дейін мыңдаған данышпан не өзін танымай, не өзгені танымай бұл өмірден өтіп кетті. Жұмыс істегенде ақшаның сіз үшін ешқандай маңызы жоқтай сезініңіз. Өмірде ешкім сізге мән беріп тұрмағандай билеңіз, ешкім сізді естіп тұрмағандай әндетіңіз, ешкім сізге опасыздық жасамағандай сүйіңіз, жер бетін жұмақ деп елестете өмір сүріңіз. Жақсылық саңыраудың ести алатын, соқырдың көре алатын нәрсесі. Көп адам бақытты көтере алмайды. Бұл өз бақытына қатысты емес, өзгенің бақытына қатысты әңгіме. Егер достық өз мәресіне жетсе, демек ол ешқашан болмағанда. Бір бала 10 балаға татиды. Адамдар да аспандағы айға ұқсайды. Әркімнің ешкімге көрсетпейтін өз құпиясы бар. Өлім аузында жатқанда адамдар екі-ақ нәрсеге өкінеді: аз сүйгеніне, аз саяхаттағанына. Өзіне көңілі толмаған адамның өміріне де көңілі толмайды. Достық өмір бақи сақталатын әлемдегі ең ұлы, ең тәтті және мәңгілік сезім бола алады, егер де сізден қарызға ақша сұрамаса. Әлемде пайдасыз заттардың өзі жақсы жарнаманың арқасында маңызды рөл атқаратын болды. Адамдар қашанда тыйым салынған нәрселерге құмар. Өзіңе жақсылық істегің келсе, өзгеге жақсылық істе. Айғай-шу ештеңені шешпейді. Тауықта жұмыртқа басқанда бүтін бір ғаламшарды жасап шығарғандай қоқақтайды. Егер саған ақша керек болса, өзгеге бар. Егер ақыл керек болса, досыңнан сұра. Ал егер ештеңе керек болмаса, туысқаныңа бар. Банкир дегеніміз күн нұрын шашып тұрғанда қолыңа қолшатыр ұстатып, жауын жауа бастағанда оны сенен тартып алатын адам. Өзінің қайда барарын білмейтін адам өзі қаламаған жерге барғанда қатты таңғалады. Егер де адамдардың бәрі бай болғанда, олардың бәрі кедей болар еді. Өз қиялыңыздан ажырап қалмаңыз. Олар болмаса өмір сүруді доғарып, жай ғана күнелтетін боласыз. Денсаулықты сақтаудың жалғыз жолы өзіңе ұнамайтын нәрсені жеу, өзіңе ұнамайтын тағамды ішу, істегің келмейтін нәрсені істеу. Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Өтірікшінің өтірігі, көзіңді бақырайтып қойып өтірік айтатын бетсіздер және статистика. Біреу бізге дөрекілік танытып, ренжітсе,
оған қатты қапаланып мұңаятынымыз рас, бірақ шын мәнінде ішімізден болса да өз-өзімізді сыйламайтынымыз тағы да рас. Афоризмдердің басты мақсаты аз сөз, терең мағына. Әділдік жалғыздыққа душар етеді. Балалық шағымызда бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай сезілетін, ал қартайғанда оның тез ақ өте шыққанын байқаймыз. 14 жасында әкем мен үшін ең ақымақ адам секілді елестейтін, оның істеген істері де ұнамайтын. Кейін 21 жасында әкемнің ең ақылды адам екенін түсіндім. Осы жылдар ішінде одан өте көп нәрсе үйреніппін. Әйелім екеуміз бір нәрсеге келіспей қалсақ, мен әйеліме сен жеңдің дей саламын. Сонда екеуміз де тынышпыз. Кейде шындықты айтып, өзіңе күдік ұялатқанша, ештеңе білмейтін ақымақ секілді болуға тура келеді. Қиындық көргендер қиналып жүргендерді жақсы түсінеді. Арадан 20 жыл өткеннен кейін істей алмаған істерің үшін қатты өкінетін боласың. Орныңнан тұр да, жалқаулықты да, қорқынышты да лақтыр. Сөйтте қайығыңа отырып, әлемді шарла. Шынайылық біздің ең асыл қасиетіміз. Келіңіз, оны өзімізбен бірге мәңгілік сақтап қалайық. Өзінің өтпей қалған әзілін өзгеге тықпалаудан артық қорлық жоқ. Ерте ме кеш пе, бақыт әр адамның есігін бір рет болсын қағады. Сонда сіз үйіңізде емес, көшедегі сыраханалардың бірінде болып жүрмеңіз. Бәрімізге шындықты айтатын батыл адамдар ұнайды, егер де олардың ойы өзіміздікімен сәйкес келсе. Жетістікке жетудің басты құпиясы бастауда. Батырлық дегеніміз қорқыныштың болмауында емес, қорқынышқа қарсы тұруға білетінде. Ақымақтарға алғыс айтайық, олар болмағанда дана адамдарды ешкім білместе еді. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп пікір білдіруді ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.